Тоқаев Путинге әскери техника жіберіп жатыр. Себебі Путин қазір кез келген қару-жараққа мұқтаж. Дәл осындай мазмұнмен бәсе арнасында видео жарияланды. Ақпараттың қаншалықты шындыққа жанасатынын түсіндірмес бұрын видеоны көріп алсақ. В вокзале Актубе эшелон с военной техникой следует в Россию. Бәсе авторларының пікірінше бұл ролик Қазақстанның Ресей әскеріне қару тасымалдайтынын дәлелдейді екен. Ақпарат қаншалықты рас, бірге тексерейік. Біз роликті мұқият зерттедік. Видеодағы көріністерді Google Map суреттерімен салыстырып, жасақ расында Ақтөбе вокзалынан кетіп бара жатыр деген қорытындыға келдік. Кадрға іліккен ғимараттар, ағаштар мен темір жолдың бәрі спутниктің суретімен бірдей. Бірақ видеода айтылғандай солтүстікке, яғни Ресейге қарай емес, оңтүстік бағытта Қазақстанның ішіне қарай жол тартқан. Егер дәл осы видеоны алып тексерсек, бәсе жариялаған ақпаратты толықтай жалған деуге болады. Дей тұрғанмен Қазақстан әскери техника саласында Ресеймен тығыз қарым-қатынаста және өзара қару-жарақ тасымалын жүзеге асыратынын жасырмайды. Бірақ 2022 жылдың тамызында Қазақстан бір жылға әскери өнім экспортын толық тоқтатқанын хабарлады. Оған қоса Украина аумағында Қазақстанның қару қолданғанына дәлел таппадық. Әзірге осы материалымыздың толық нұсқасын төмендегі сілтемеден оқуға кеңес береміз. Ескеретін жайт, материалымыз әлі толықтырылады. Ал сіздер жалған ақпаратқа алданбай, каналымызға тіркеліп, бүкіл таныс достарыңызға WhatsApp чаттарға жіберіңіздер. Келесі кездескенше.